жақында ғана айтылды шықты. Бүкіл қазақстандықтар Мақатаевты тойлап кеткен қатыстым тойға. Бірде қазақстандықтар, бірде орыс көрген жоқ, бірде украин көрген жоқ, шын көрген жоқ. Бүкіл қазақстандықтар дейді. Ол қазақ халқы деген термин кетіп барды. Bir премьер-министрдің, министрлердің, басқалардың бір сөзін табыңызшы, қазақ халқы деп орысша айтқан. Олай шын емес, тағы да двойная политика. Сондықтан сары айта берсек. Ең бірінші әрине бүгінгі мақсат Қазақстан Конституциясын оқыған адамдар аз. Сіз айтасыз, тіл туралы. Конституцияда қазақ халқы, қазақ ұлты, қазақ жері, қазақ мемлекет деген сөздер жоқ. Преамбулысында бір сөз бар. Байырғы бұрынғы қазақтың жерінде бәріне жиналып, қазақтар үстіне қорғатымыз. Өткен zaman кетті, қазір қазақтың жері жоқ. Но исторический земля. Казахский земля деген бірақ қазақ деген бірақ сөз бар. Сондықтан барлық жерде біздің ұйымдар, біздің жиналыстарда, барлық жерде жиналыстарда ұлттық мақсат деп 3 сағат сөйледі деген сондай ұшып сөйледі. Қайқын ұлттық естіп, конституция жоқ нәрсені айтып отырсыздар барын бері. Анау осыдан 4-5 жыл бұрын жолдасына өткізген үлкен жиналыс Астанада. Барлығы конституция жоқ мемлекет айтып отырсыздар. Бірінші конституция өзгертілді. Ал айтады бізге қазақ Өзбекстан Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы басқалардан жазылған. Өзбекстан Республикасы, өзбек халқының мемлекеті, өзбек мемлекет деп жазылған. Бізде қазақ мемлекет деген Совет уақытысында болып, өзінің уақытысында. Ал конституция қалай қабылданғанын білесіздер, референдумда. Дүниежүзінде конституция референдуммен қабылданбайды. Ол парламентте әр бап, әр статья, әр пункт талқыланып, содан кейін барып, әр пунктысында қол көтереді. Мен қателік сөйлеймін. Сода бар. Ал жақсы ар жағы білесіздер ме? Бірінші жобада Қазақ Республикасы деген бүкіл талқылап қазақтардың бәрі қол шапалақтап, ойбай, мың бір рахмет билікке Қазақ Республикасы, алдында Қазақстан Республикасы 95 жылы Конституцияда Қазақ Республикасы деп Конституция жазылды. Бәрі қорштап нетіп, соның комиссия өтті, Республика Қазақстан шығарды. Сонда кейін қырық жыл мен айтамын, сол айтсам айтады, осы айтасыз оқымаған айтасыз, мен өзім оқыдым ғой, Қазақ Республикасы сондықтан мен дауыс бердім дейді. Ал кейін өзгертілген халық білмейді. Талқылайды менен 3-4 жылдан кейін таласты. Мен өзім оқыдым. Шында да олар оқыды, сонасында Қазақ Республикасы Конституциясы деп жазылған. Сондықтан қазіргі мақсат осы бүкіл біздің ұрпағымыз осы ұрпаққа қалдырмай мойнына Конституцияны осы терминді өзгерту керек, кіргізу керек. Қазақстан Республикасы қазақ мемлекеті, қазақ халқының мемлекеті. Міне, сонда ғана тіліңізде басқасында келе береді. Ол жалпы. Кейбіреулерде бүгіннің ішінде қазақ тілін жасайын деп ой болмайды. Мынау қоғамға берген өкіметке қазіргі конституциядан шығып кетсе, соны пайдаланып та баяғы Бұрынғов деген отырып, оны қолма-қол соққылады. Қанша білесіздер ғой, дін туралы жобаны. Бүкіл анау миссионерлер қаптап кетті ғой бізге. Қаптап кеткен миссионерлерді бүкіл халық, қоғамдар, партиялар болып өзгеріс енгізіп кетті ғой.
әрең дегенде президент келісім берді, өзгеріс ендірді, өзгеріс. Ең соңында депутат деп, жаңағы қазір он адам бір күн жасамады қазір біздің конституция бойынша масқара. 10 адам жиылса болды. Бір дүниені құрмалады. Бұнда дүниені жоқ. Ал партия құру үшін қанша адам керек? Депутаттың өзі 1 мың адам болу керек. Ал мүшесі 55 мың болу керек. Міне, яғни шет елдің несиелері жол ашып берді біз. Соның өзі шектеп заң қабылдауының ең соңында Роговымыз Конституцияға сәйкес еместен қанша еңбектің бәрін 4-5 жыл істеген еңбектің депутаттардың ішінде де үкімет ішінде де жанашыры сіздер біз сияқты жігіттер көп ақылды бәрі. Соның еңбегі бір жоқ. Сондықтан мен көріп отырғаным. Біз мына Конституцияның шеңберінде мынандай талап қоямыз. Мемлекеттік тіл заң шығарудың өзі бір қадам алға. Мемлекеттік қазақ тіл заң шығарудың өзі бір қадам. Ол кем болмайды, ешқашан қазіргі тілдер туралы заңның. Сондықтан біз бұны тағы да этапқа өткізуіміз керек. Оны міне 20 жылға соған дайындалып біз өткізсек жақсы болар еді. Ал мүлдем жаңағы мынау заңда Конституцияның мынау өзі статьясын бапты өзгертіп, заң Конституцияның бабын өзгертіп айта алмайды. Заң Конституцияның рапортының соның шеңберінде болады. Бізде қазір мақсат, ал талап басқа. Хат жазамыз, үндеу жасаймыз, жаңағы айтқаның барлығы тең қолдау емеспайды, оның барлығы ол заңның сыртындағы мәселе. Талап туралы тең қолдау деген жаңағы Рогов Тевскайда қолданбай отыр. Ең бірінші солар өздері бұзып отыр Конституцияны былай айтқанда. Сол. Ал енді бірағында біз Конституциядан қазір шықсын көпсек, Рогов ертемалатта, Роговтың жанында тағы да қазақ Роговтар бар. Олар мәңгіліктер Ертісбайымыз бар, Олжас Сөйлеменіміз бар, есілі өткеніміздер. Олар алатты, соны пайдаланатты, тағы да Ертісбайымның еңгелдер бос дейді. Сонда қазір бар істі қабылдату бар. Соның өзі қазақ тілінің мәртебесі тағы жоғары. Сіз қазір мұны жетекшісіз деп осыған адам ол Конституция бетінде вот сіз жетекшісіз қазір. Міндетті атқарушысыз. Сондықтан міндетін атқарушы ретінде шығыңыз. Шақырыққа шығыңыз. Осы тағы кімдер бар, осы тіл үшін жүрген. Осыны міне осы отырған адамдар отырып, сіздер қарсы болсаңыздар, негізі қайшыналап, өз арамызға төртеміз.